Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, біздің YouTube каналымыздың көрермендері. Бүгін бізде Көзәйнек подкастының екінші шығарылымы. Бүгін біз зайырлы қоғам және Z буыны тақырыбында сөз қозғағалы отырмыз. Бүгінгі біздің шығарылымымыздың қонақтары педагог-психолог, Атырау қалалық білім бөлімінің әдіскері Тоқтенова Шынар Кадемқызы және Атырау IT лицейінің 10-шы сынып оқушысы Мұхамеджанова Диана Елемесқызы. Қош келдіңіздер біздің кітапханамызға. Сәлеметсіздер ме? Рахмет. Жалпы көңіл-күйлеріңіз қалай? Көңіл-күйім өте жақсы. Осы бүгінгі подкастта көп нәрсе күтемін. Өте қызықты сұхбат болады деп есептеймін. Ендеше бастай берейік. Жалпы ең алдымен зайырлы қоғам және Z буыны дегенге жалпы түсініктеме беріп кетсек, зайырлы қоғам ашық, әрбір оқиғаға, әрбір болып жатқан нәрселерге толерантты қарай алатын қоғамды айтамыз. Біздің яғни Қазақстанда зайырлы қоғам деп аламыз. Осы зайырлы қоғамның ең негізгі көрінісі ретінде бүгінгі жастар болып отыр. Жалпы көрінісі әлеуметтану саласында мынандай ұғым бар, ұрпақтар теориясы деген. Жалпы яғни әрбір ұрпақтың өзінің жас ерекшелігіне байланысты буын-буынға бөліп отырады. Біздердегі қазіргі буын Z буыны деп аталады. Бұлар 1997 жыл мен 2012 жылдар аралығындағы ұрпақты алып отыр. Осы орайда Дианаға сұрақ қойғым келіп отыр. Осы буынның өкілі ретінде басқа ұрпақтардан, басқа буындардан ерекшелігі қандай деген біздің буынның? Мен де сол буынға кіретін боламын. Z буыны компьютердің, телефонның, гаджеттердің, интернеттің даму кезеңіне түсті ғой. Сондықтан да олар кішкентай кезінен бері телефон қарап өседі, телефоннан ойын ойнайды, TikTok, Instagram секілді желілерде отырады. Оның барлығы олар санасына, яғни тұлға болып қалыптасуына үлкен әсер етеді. Мысалға, қазір жастар көп нәрсе біледі. Олар ақпаратты көп сіңіреді, көп нәрсе оқиды. Соның арқасында олардың білімі жоғары, олар білім алуға, жоғары оқу орындарына түсуге ұмтылады. Осындай бір ерекшеліктері бар деп айта аламын. Жалпы қазіргі таңда осы Z өкілдеріне аға буынның көңілі толмай жатады. Сол не себептен деп ойлайсыз, апай? Өзіңіз осы жөнінде айтып кетсеңіз, және қазіргі жастардың жалпы үлкен аға буындармен көзқарастары келіспей жатқан тұстары қандай? Яғни қандай жағдайларда көбінесе келіспей жатады? Сол бойынша өзіңіз айтып кетсеңіз, өзіңіз ойыңызды. Жақсы, қайырлы күн, рахмет барлығыңызға да. Мына Z өкілі деп жатырмыз. Z буынға аға буынның кейде көңіл толмайды емес, бірікпей жатады жаңағыдай. Ойлары бірікпей жатады. Негізі мен бұл өкілдерге өте қуанам, риза болам. Ұмтылыстары, көрсем білсем деген және біз үшін қиын нәрселерді өте жеңіл игеріп меңгеріп кететіні, өте жеңіл қабылдайтыны, біз үшін трагедиялы жағдайларды бұл буын өкілдері жеңіл қарайды, жеңіл аттап өтіп кете береді келесі этаптарға. Ал енді жаңағыдай жақтары енді кейде көңілі көншімей жатады, немесе бір қабыспай жатады екі буын. Ол себебі рухани деңгейдің әртүрлі болуынан деп ойлаймын. Өйткені қазіргі жастар көбіне электрондық технологияға көбіне бейім, солыны көбірек меңгерген. Ал біздің өкілдер енді көбіне рухани, философиялық тұрғыда өзімізше пайымдаймыз. Содан кейін мүмкін қабыспай жататын болар. Және рухани деңгейдің де айтуға болады, сәл қарнаштыратын тұстар болады. Негізі Z өкілі балалары екі этапқа бөлінеме деймін. Біреуі технологияны, ғылымды игерген, меңгерген, мейлінше ғаламдық немесе халықаралық деңгейге ұмтылыстары өте мықты. Ал кейбір екінші бөлігі мүлдем ғылым білімді игергісі келмейтін бір фанатизмдік деңгейде жүріп жатқан жастарымыз бар. Және аға буынға да ұмтылғысы келмейді, ғылым білімге де ұмтылғысы келмейді, өзіндік ой пікірмен және жаңсақ пікірлердің жетегінде жүргендер де бар. Сондықтан болар мүмкін. Бірақ негізі ұрпақтар арасында түсініспеушілік әр кезде де болған ғой. Мысалға, тіпті 19-шы ғасырда Тургенев жазып кеткен «Отцы и дети» де шығармасында екі буынның бір-бірін түсінбеуі байқалады. Сондықтан да бұл әр заманда да болатын жағдай деп есептеймін. Ол әр заманда да болған. Ол Құнанбайдың Абайға көңіл толмауы, немесе кез келген сала өкілдерінің, немесе қоғамда үлкендердің, яғни тәжірибелі адамдардың
енді тәжірибе жинақтаған жатқан жастарға көңіл толмаушылық ол болып келе жатқан үрдіс енді әлі де жалғасып келе жатыр ғой. Бірақ мен қуанамын қазіргі жастарға. Жаңа енді рухани жағынан дедіңіз ғой, иә. Қазір жастардың жалпы былайша айтқанда көп жағдайға келген кезде потенциалы өте мықты, иә. Кез келген саланы бағанағыдай игеріп кете алады. Дегенмен сол жағынан да үлкен кісілердің көңілі толмай жастардың потенциалын жауып тастап жатқан кездер болады деп айтуға болатын сияқты. Сіздің көзқарасыңыз қандай соған? Жалпы үлкендер потенциалын жауып жатыр деген пікірге келісесіз бе? Негізі ол бар жағдайда олай емес, себебі ол манағы сіз айтып отқан үлкен кісінің өзіне байланысты. Себебі көптеген ата-аналар өздерінің балаларын түсінеді, шетелде оқысы келсе мысалы мүмкіндік жасауға тырысады, таланттарын ашып дамытуға үлес қосып жағдай жасап беріп жатады. Бірақ әрине кейбір ата-аналар үлкен аға буын түсінбей жатады. Ол жағдайда мысалға жастардың ойын тыңдамау, олардың ойын менсінбеу, қабылдамау деген секілді жағдайлар болады. Сен әлі кішкентайсың, сен әлі өмірлік тәжірибең жоқ, бірінші өсіп ал, сосын бізде өмір сүріп ал деген секілді былайша айтқанда тәжірибе жетпейді дегенге келтіріп айтады. Менің ойымша жастардың ойы маңызды болып келеді. Жалпы оның ішінен алатын құнды нәрселер де бар. Сондықтан да бұл жерден екі жақ тарап бір-біріне деген қайтсам екен, бір-бірімен тіл табысып ашық диалог құрып көпір салу керек деп есептеймін. Біздердегі ең үлкен мәселе қазір сол болып отырған сәтте ата-аналар мен балалардың арасындағы байланыста диалог жоқ. Көбінесе. Оның болмайтын себебі қазір үлкендер, үлкен буын, иә, мен шамалас замандастарым, менен үлкендер, біздер енді қазір псевдопсихология көп жақсы дамып жатыр, позитивті психология дамып жатыр. Сондай театрларға, концерттерге, психологтардың тренингтеріне, коучтарға барып жүрде, мына екі ортада көпірдің, яғни сабақтастың болмай қалып жатқан. Ал қазіргі жастарды қарасаңыздар, оқушылар, жастар, осы сіз айтқан өкілдер, олардың даму бағыты мүлдем басқа. Екі ортада қабыспағаннан кейін, көпір болмағаннан кейін әрине тіл табысу болмайды. Ол өзіне қарап отырсақ, кейде маған енді психолог болғаннан кейін қабылдауға балалар келеді, жасөспірімдер келеді. Сонда бір жас қыз келді маған, 16-17-тегі. Материалдық деңгей өте жақсы. Отбасының. Сол кезде маған мынадай iPhone телефонды алды да журнальный столикке, яғни журнал үстеліне лақтырды. Маған мынау не керек? Ата-анам маған осыны алып берді, бәлен 100 мыңға. Маған не керек? Олар маған осы керек деп ойлайды. Ал шын мәнінде бұл маған керек емес дейді. Сұрастырып келсем, ол баланы барлығымен қамтамасыз еткен. 16 жасар баланы жеке квартира алып берген, пәтер, соңғы үлгідегі iPhone телефонын барлығын алып берген, 3 этажды үй бар дегендей. Сонда айтады, мені ата-анам осы үйдің мүшесі, тұлғай деп емес, осы үйдің қызмет етушісі ретінде. Мен сенбі-жексенбі күні үйім тазалауым керек. Маған олар бір ойымды пікір білдіргенде, айфонмен немесе басқа қалаға, шетелдерге барумен менің ойымды жауып тастайды. Ал менің тұлға екенімді білмейді дейді. Сонда қалауын естісем, нені қалайсың дегенде, мен мамаммен қарама-қарсы отырып шай ішкім келеді дейді. Көріп тұрсыз ба? Ата-ана бірақ ойлап тұр, оған керек iPhone деп. Ал шын мәнінде ол қызға, жасөспірімге, мамасымен қарама-қарсы отырып тек шай ішу маңызды. Әңгіме айту. Иә, мына жаңағы қызымның айтуына келсем, көпірдің болмауы. Ол көпірді қалай саламыз, ол үлкендер, біздер өзіміздің үлкендерде түсінем. Осыдан 30 жыл бұрын қандай өмір болды, 20 жыл бұрын қандай болды, бүгінгі мен кешегі мүлдем ұқсамайтын заманда олар да түсінем, өйткені әр заманға бейімделу бар. Оны игеру, меңгеру, бейімделу және алға жүру. Ал жастарға қиын емес. Сол заманда туылды және осы заманды игеріп алға қарай жүріп жатыр. Қиындық жоқ. Ал үлкен буын өкілге қиындық туғызатын сол, сондықтан да олар өздерін дамытамын, өзі жаңаны үйренем деп жүргенде мүмкін балаларына көп қарай алмай жатқан болар. Біздерге абсурд болып көрінетін нәрсе, ол мынандай нәрсе, иә. Көп ата-аналар балаларына ұрысқан кезде мынандай нәрсені қолданады ғой. Сендер қазір сендердің ешқандай қиындық көріп жатқан жоқсыңдар. Біздің кезімізде мынандай нәрсе болды, біздер қиындықтар көрдік, мынандай
еңбек жолдары, басынан кешкен қиындықтарын дізіп иә, айтады ғой. біздің кезімізде тас қайнататын едік деген сияқты, иә. Сондай нәрселер біз үшін ол нәрсе абсурд, себебі біз ол қиындықтарды Көрген жоқпыз. көрген жоқпыз, және көретін де заман емес та қазір. Сол себепті осы жағынан да кішкене түсінбеушіліктер болып жатады, және ол нәрсені түсіндіру барысында да баланың психологиясына үлкен бір былайша айтқанда ауыртпашылықтар салынып жатқан сияқты. Иә, мынау осы сұрақ қоғамда ең түйткілді сұрақ. Бір жағынан қарасақ, иә, солай. Екінші жағынан қарасақ, ол қиыншылық туғызбайды психологиялық. Бұл тарих міндетті түрде керек. Тарих керек әрине, бірақ енді оны қайталау керек емес. Жоқ, ата-ана сізге қайтала деп жатқан жоқ. Яғни адам неден қуанады? Қазіргі бар сәтке қуана білу керек. Балалар қазір өзін-өзі қол жұмсау, аутодеструктивті мінез-құлыққа көп барып жатыр. Ол не? Қолындағы бар қазіргі аз ғана сәтке қуана білудің өзін үйретіп жатырмыз. Ол үйрететін нәрсе емес. Яғни ата-ана балаға түсіндіргісі келеді. Кезіндегі өзінің басынан өткен тәжірибесінде материалдық, эмоционалдық қиындықтардың қазіргі уақытта қаншама қиындықтан өтті, қазіргі уақытта ол қиындық жоқ. Ол қиындық жоқ кезде дамудың орнына кейде жасөспірімдер сол жерде тұрып қалады. Тұрып қалады, дамымайды. Депрессияға түседі, өзінен өзі стресс алады, ата-анамен кикілжіңге келеді, ал ата-ана соны салыстырғысы келеді, жеткізгісі келеді. Осындай қиыншылықтар болса қайтер едің? Қараңыздар, қазір мысалы тарих пәні болсын, география пәні болсын, ешбіреу айтпайды, иә? Біз динозавр неге керек бізге, 40-шы жылғы ұлы отан соғысы неге керек бізге деп. Ол да тарих. Біз ертеңгі тарих жасау үшін біз бұрынғы өткен тәжірибені білуіміз керек қой. Енді балаға да мүмкін соны ата-ана жеткізгісі келетін шығар. Енді қазір жастардың амбициясы жоғары, немесе өзіндік эгоистік деп айта алмаймын, бірақ өзіндік пікірі жоғары, басқа адамның қиыншылығын тыңдағысы келмегендіктен болар. Сосын оларға кері әсер етеді. Өйткені түсінем, ол көрмеген нәрсені айта бергесін, ол бірнеше рет айта бергесін, әрине бала жалығады, ашу туғызады. Мен сен емеспін, неге айта бересің деген сияқты. Сол жағынан да үлкен келіспеушіліктер осы әңгіменің кесірінен болып жатыр. Жастарға осы жерде айтып кетейін, ата-аналарға ренжімеңіздер. Ол ата-аналарыңыз травма алды кезінде, иә? Материалдық жоқшылық өте мықты болды сол кезде. Эмоционалды, психологиялық, ол кезде психолог деген болған жоқ. Ол адам санасынан кетпейді қиыншылықтар. Қазір басқа адамдардың және өзінің қазіргі жақсылықтарды көрген кезде кезіндегі травма дейміз ғой, зақымдар бәрібір түп санадағы бар ақпарат қайта-қайта шыға береді. Яғни жабылмаған гештальттар бар шығар. Сондықтан да ата-ананы да түсініңіздер. Негізі ата-ананың бұл сөзін жаны бар деп есептеймін, себебі олар қазіргі сәтті бағалап білу керектігін үйретеді деп ойлаймын. Қазіргі сәтті бағалап білу. Енді жаңа айтып кеткендей, біздің ата-аналарымыз ол кезде бір үлкен қиыншылықпен өмір сүрді, иә. Осындай қиыншылықпен өмір сүріп жатқан адамдар алдағы уақытта қандай мақсат болуы мүмкін ондай адамдарда? Қиыншылықпен өмір сүріп жатқанда ма? Иә, қиыншылықтан шығу ең бірінші мақсат, иә, оларда алға сүйреу, отбасын асырау, одан басқа қоғамға пайдалы болатындай мақсат болды деп ойлайсыз ба? Сол кезде. Ол кезде ең басты мақсат дүниеге кірпіш болып қалану болды. Сондықтан да материалдық, психологиялық, эмоционалдық, тағысын тағы қарым-қатынастағы қиыншылықтарды ол адамдар қиыншылық көріп жатырмын мен деп ойлаған жоқ. Мен қиыншылықта жүрмін деп те ойлаған жоқ. Сол этаптан өтіп кеткеннен кейін ғана қазір ойлап жатыр, о, мен қиыншылықта өмір сүрген екенмін деп. Қазіргі жастармен салыстырып. Негізі адамда мақсат болады, жақын мақсат және алыс мақсат. Алыс мақсат, яғни ұлы мақсат болған жағдайда адам кез келген қиыншылықтан аттап өте алады. Ұлы мақсат деген не? Қоғамға пайдалы болу, қоғамға пайда келтіру, адамдарға жақсылық жасау. Бұрын мамандық болғанда да мен осы қоғамға қайтып жақсылық жасай аламын, қайтып кірпіш болып қала аламын, қайтып мен қандай жағдайда өзімнің бар екенімді әлемге сездіре аламын деген бұл. Сондықтан да ар ұяттың жетегінде жүретін бұл. Қандай қиыншылық болсын, ал қазіргі уақытта енді жастар өкілі айтып жатыр, қандай мақсатпен жүрген жастар. Сол туралы айтсаңыз. Негізі менің құрдастарымның көбісі жақсы оқу орынға түсіп, жақсы маман иесі болғысы келеді, жақсы бір жерде жұмыс жасап, үлкен жалақы алуды көздейді. Жалпы өзімнің мақсатымды айтып өтсем, негізінде мен айтқан базадан бөлек, сіз айтқандай ұлы мақсат
қойғым келеді. Ол не десеңіз, мысалға байып жатырсам мектептер салу, қаражат жоқ адамдарға көмектесу, ауруға шалдыққан балаларға көмек беру деген секілді мақсаттарды қойып отырмын. Онымен қоса тағы бір мақсатым бар, негізі айтайын ба? Негізі мен өзімнің елім Қазақстанның дамуына үлес қосқым келеді, депутат болу, министр болу деген секілді армандар бар. Бірақ оны әрине көріп жатармыз деймін. Бірақ осыған жетсем мен үшін үлкен, қазіргі Дианаға үлкен жетістік болатын еді деп есептеймін. Әрине, сәттілік жетістікке жет, ол жетістік деп қабылдайсыз ба, әлде мен қоғамға пайда тигізуге мүмкіншілік деп қабылдайсыз ба? Қоғамға пайда тигізуге мүмкіндік деп қабылдаймын. Егер жетістік деп қабылдасаңыз, мақсаттың пирамида түрі бар ғой, онда сіз сол кезде жетістікке жеткен бойда тоқтап қаласыз, дамымай да қаласыз. Қоғамға өйткені деградация, яғни депрессияға түсіп кетесіз. Ол мен депутат болдым, жетістікке жеттім, болды деп. Ал қоғамға пайда тигізуге мүмкіндік десеңіз, онда сізде параллельді мәнмен мақсат жүре бересіз алға қарай. Бұл жерде екі жақты да қарастыруға болады. Мысалы, өзіме тиетін пайданы және де қоғамға, әлемге тигізе алатын пайдамды да қарастыруға болады деп ойлаймын. Көрдіңіз ғой, жастарда көбіне жаңа айтып жатыр, жеке бастық жетістік, өзіме ақша, ол өзін ойлаған дұрыс әрине. Ал егер мен қоғамды дұрыстасам, қоғам ол мен ғой. Мен мысалы мұғалім таңдадым. Мен жақсы мұғалімдерді, жақсы балаларды тәрбиелесем, оның біреу фармацевт болады, біреу хирург болады, біреу дүкенші болады, біреу тігінші болады. Қоғамға уже 30 баланы дайын адам ретінде. Адам дайындағаннан кейін маман бола алады ол. Ал адам дайындамай тұрып, біз маман дайындасақ, әрине онда қоғам дамымай алады. Жалпы мен айтқым келгені, қазіргі Z буынның мақсаттары үлкен бір белестерге жеткісі келетінін көрсеткім келген. Екі буынның қабыспай жатқан себебі, кейде мен қоғамдық көлікте жүргенде қарап тұрам. Сонда жас адамдар, бірінші біздерде былай ғой, үлкен адамға жол беруге. Қазір бәрі кіреді, мен ең соңында кіріп қарап тұрам, ең соңында кірем. Сосын ойлаймын, мен жас күнде қандай болдым. Ол міндетті түрде есте сақталған ақпараттар қайтып шығып тұрады. Сосын салыстыру болады міндетті түрде. Салыстырып тұрам, мен осы жас кезімде мен қандай болдым. Мен де осылай бірінші кірдім бе, әлде ең соңынан кірдім бе. Сонда біздерге көбіне айтады, үлкен кісіге жол бер, үлкен адамға жол бер, ұлық болсаң кішік бол, немесе кең болсаң кең болмайсың. Ал қазір енді көбіне жас буын өкілдерінің ондайларды, ондай мәселелерді мүмкін сырт тастауы немесе қаперге алмауы. Біздер ол нәрсені сырт тастамаймыз, біз жай ғана ол үлкен кісілер мен жастардың сол қоғамдағы рөлін тең көреміз да. Мүмкін. Мысалы жаңа айтып кеткенде, қоғамдық көліктерде үлкен кісілер көбінесе не үшін көңіл толмай жатады. Автобустарда мысалы жастар орын бермегені үшін ренжіп жатады да. Дегенмен де мысалы ол автобусқа кіріп тұрған кезде біздер барлығымыз бірдей ақы төлегеннен кейін ол орынға біздің де отырғымыз келеді деген құқығымыз бар. Яғни қоғамдағы біздің орнымыз тең. Осы бойынша біздер мына кісі үлкен, сол себепті ол мынандай жетістікке жетуі керек, немесе мына кісі менен кішкентай, ол менен сәл төмен тұру керек деген сияқты шектеулер қойғымыз келмейді. Әрине, бұл жерде ол қоғамдық орында орын беру, бұл жерде фокус қойылу керек кішіпейілдікке. Ал құқықты басты қойсақ, әрине, бұл жерде үлкен адамдардың ренжуі де орынсыз, ренжи алмаймыз. Ал кішіпейіл танытқан адамға міндетті түрде бата береміз. Бата деген психологияда жылы энергетика. Міндетті түрде сізге бағытталды жылы энергетика, ол қай ғылымнан іздесеңіз де ол шынымен ғылымда дәлелденген нәрсе. Сіздің аураңыздың жылулығы, сіздің энергетикаңыз, сіздің атмосфераңыз, міндетті түрде сіздің шекараңызда қандай энергетика бар, ол сезіледі. Ол энергетиканы батамен жинаймыз біз қазақта. Айтады ғой, батасыз ел көгереді, немесе батамен ел көгереді. Батамен, яғни жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сіздің байлығыңыздың жартысы жақсы сөзбен келеді. Біздер көбіне заңмен, ақшамен жинауды айтпайды, көбіне солай батамен. Ол психологияда да дәлелденген. Ол ренжи алмаймыз, бірақ та міндетті түрде поощрительный приз, ынталандыру сыйлығына біздер бата береміз, рахмет айтамыз.
шынымен де ана рахмет қызым немесе өркенің өссін деген бір ауыз сөздің өзі өте жағымды әсер береді сіз айтқандай. әрине көңіл көтереді, адамның көңілін көтереді. Міндетті түрде батамен қаруланып жүрген жақсы ғой, жақсы сөздермен. Сізді ештеңе қорқытпайды. Өйткені сізге қазіргі тілмен айтқанда мотивация. Сіз уже алдыңыз, өзіңіздің бағаңызды алдыңыз. Ал бағасыз адамның бұл өзіндік бағалауда төмен болады. Сізге баға берілді, иә? Рахмет, бақытты бол, көп жаса. Сізде программа жүреді уже миыңызда. О, мен көп жасаймын. Өйткені мына адам маған жақсы сөз айтты. Өркенің өссін. Яғни мен өркенің өссін деген сөз. Яғни мен бай боламын, мен көбейем, менің атағым көп жерге естіледі деген мағына. Ол мына қазақта көп нәрсені символдармен берген. Біз символды көбіне түсінбей жатамыз. Өркенің өссін деген символ, яғни сен көбейесің, атағың жер жарады, сен үлкен мәңгіл бәйтерек боласың. Бақытты бол деген сөз, яғни бүкіл арманы орындалады деген сөз. Біздер ұлттық құндылыққа көп мән бермей кетіп жатырмыз, иә? Иә. Ол уақытымен келетін шығар мүмкін. Санасыз ұрпақтар емес, қазір жастармен қуанамыз. Дегенмен қазір көп байқағаным менің дейтін, біздің осы жастар көбінесе қайтадан ұлттық құндылықтарды, көбісі негізінде көп бөлігі ұлттық құндылықтарды біздер мән бермей кетіп жатырмыз, ал соның жаңағы аз бөлігі керісінше қайтадан дамытып жатыр. Қазақ тілінің құндылықтарын қайтадан жүзеге асырып жатыр. Олардың әлемдік нарыққа шығуына үлкен бірден бір көмегін тигізіп жатқан осы жастар деп айтуға болады. Қазақша контенттер. Мүмкін. Ол енді қараңыз, ол адамдар, жаңа жастар, шынымен қазақ тілін дамыту үшін еңбектеніп жатыр ма, әлде контент көбейту үшін бе? Өзін танымал ету үшін бе? Бірақ оның да өзінің жақсы жақтары бар ғой. Әрине жақсы жақтары бар. Олар өздеріне де пайда. Ал контент трендте болмаса, қазақ тілін дамытпай ма? Дамытады. Жоқ, ол трендке шықпай қалу қазіргі таңда ол екі талай деп айтуға болады. Себебі қазақ тілін дамытуға сол мына контент жасау, әлеуметтік желілерді қолдану бір өте жақсы құрал. Яғни әлеуметтік желіге салмасаң, немесе басқа да бір контент жолдан іздемесең, ол мына тілді дамытамын деген мүлде жүзеге аспайды ғой. Оған бір платформа керек, және соған платформа ретінде көбі нені алады? Мына Инстаграм желілерін алады, иә. Сол арқылы дамытып отыр. Басқа платформа болмай тұрған кезде. Енді қараңызшы, жаңа өзіңіз айттыңыз, жастар, мен де айтамын, иә. Қазіргі оқушылар, жастардың барлығы әлеуметтік желіде отырады. Жаңа айтып отырсыз, сіз тең жартысы дейік, сол жастардың еңбегі қазақ тілін дамытып жатқан. Орыс сыныптарын айтпайын, қазақ сыныптағы балалар неге орысша сөйлейді олай болса? Енді соның араларында жалпы енді әрине орысша сөйлейтін балалар болады. Бірақ мен ойлаймын, мына айтып кеткендей, жастардың кей бөлігі шынымен де тіл жанашыры болып келеді деп ойлаймын. Неге ауызекі тілде 90% шамамен орысша сөйлейді? Себебі осы қараңызшы, неліктен ауызекі сөйлегенде көбісі орысша сөйлейді дейсіз, иә? Себебі ақпараттың бәрі орысша болып тұр. Тіпті біз бір нәрсе іздегіміз келсек, интернетке жазған кезде қазақша ақпарат шықпайды, орысша ақпарат шығады. Және де жастар сол манағы айтқан кішкентай бір бөлігі жастардың сол контентті қазақ тілінде жасап, қазақ тілі былайша айтқанда дамып өрбуін қалайды да. Сол кезде біз соны неге жасамасқа? Өйткені осы Z өкілі осы технологияны 100%-ға меңгерді. Тіпті көмек те керек емес. Ал сол қазақша контентті өздері неге жасамасқа? Біздер енді дамып жатырмыз ғой. Мысалға, шетел классиктерінің шығармаларын қазақша аударып жатырған баспалар пайда болды. Мысалға, Қасым баспасы, мазмұндама баспасы деген секілді. Сосын мысалы Инстаграмда қазақ граммар деген секілді. Олардың барлығы Z өкілдері ме? Иә, Z өкілдері. Және де кейбір миллениалдар бар шығар. Бірақ Z болуы бар көбіне. Көбісі Z өкілдері, бірақ редакторлары жаңағы айтқандай Z өкілдері екі көбіне. Енді рух, қайраткерлік көбейсе, қасиеттері, сапалары, онда мүлдем жақсы болады. Ал енді күннен күнге, білмеймін, жастардың көбі ер балалардың қайраткерлігі аз ба, енді жаңағыдай Корей үлгілеріне еліктеу, мысалы психологиялық қоғамдағы түйткілді мәселелер айтсам, енді әріге кетіп қалам, бірақ ой пайымдар мүлдем басқаша. Біз айтып отырмыз, біз трагедия көретін, қиналатын нәрселерге олар ешқандай да қиналмайды. Мысалы, сіздердің өкілдеріңіздегі адамдар қандай нәрселерге трагедия ретінде қарауы мүмкін? Сол нәрсені алып салыстырып қарауға болатын сияқты. Дағдылармен. Мысалы, қыз балалар мен ұл балалардың тәрбиесіне қатысты. Тұрмысқа шықпай тұрып,
ешқандай некелеспей тұрып ешқандай ондай әрекеттерге бармау. Ал қазіргі уақытта оны жастармен көп сөйлесем, біз қалыпты деп санаймыз дейді. Онда тұрған не бар дейді. Қалыпты ретінде қарағаннан бұрын біздер адамның құрметін, таңдауын құрметтей аламыз. Адам таңдай береді. Онда ұлттық құндылық қайда? Адамгершілік, мүмкін қалай? Орысша айтқанда безалаберный отношения ғой. Некелеспей тұрып ондай әрекеттерге бару, ол адами сипатқа немесе біздің моральдық қоғамдағы сипатқа сай ма? Олар үшін қалыпты жағдай. Біздің заманымызда ол трагедия ол. Болмайды, ұят қайда, ата-ананың тәрбиесі қайда деген. Сол жағына сәл қарным ашады. Негізі жаңа айтып кеткен ұлттық құндылықтарды біздерге сіңіруге бірден бір себепші болатын ол үлкен буын өкілдері. Дегенмен олардың да жаңағы ұлттық құндылықтарды бірге өздерімен алып жүргендігін сирек кездестіріп жатамыз. Тіпті мысалы тойларға барғанның өзінде, былайша айтқанда, бата берудің өзі жаңағы ұлттық құндылықтың бір негізгі бөлігі ретінде қалыптасып жатады ғой. Дегенмен қазір бата беріп жатқан ақсақалды көрмейміз. Бата берудің өзі тілекке айналып кетеді. Тілекке айналып кетеді. Енді қараңыз, бата беру өте жақсы. Ол қандай жағдайда кім бата бере алады? Яғни рухани бай адам ғана бере алады. Рухани байлық 12 жасқа дейін қалыптасады. Ол жаңылтпаш болсын, сөз жұмбақ болсын, батырлар жыры болсын, тарихи, аңыз әпсаналар болсын, философиялық түйіндер, енді одан кейін соның барлығы ол адамның заманында болмаған болар. Ол фундамент, яғни іргетасы болмағаннан кейін ол кісіге бата беру қиындау болады. Әрине жаттауға тура келеді. Жаттағанмен жаңағыдай кейде әртістік шеберлігі жетпесе көрсете алмай қалады. Әртістік шеберін шыңдаған адам 50-60-тағы оңай емес. Батаны жаттап жүргендер де бар. Мен құда болдым, енді бата беруім керек деп, мен өзі замандастарына көріп қуанып жатам. Сен құда болып жатырсың, енді бата білуің керек деп. Ер адамдар айтып жатады, мен енді құдаласайын деп жатырмын, балаларым өсті, мен бата жаттауым керек деп, бата жаттап жүргендер болады. Оны бірін-бірі қолдап, қошеметтеп жатады. Бар, жаңағыдай іргетас, фундамент дейміз ғой, тәрбиені. Сол болмағаннан кейін мүмкін көрсете алмайтын шығар. Батаны енді көбіне жиын тойларда бас құдаларға береді ғой. Ол енді үлкендер тарапынан кетіп жатқан қателік, кеңес үкіметінен келіп жатқан үрдіс. Ал қазіргі балалар бата жаттайды. Батадан бөлек жалпы ұлттық құндылықтарды бойымызға сіңіруге біздер үлкен кісілерден үлгі алуымыз керек. Бір үлгі болып жатқан үлкен кісілердің де қатары аз деп есептейміз. Негізі қазір аз емес, бар жалпы. Қазір жаһандану заманы болғандықтан түрлі шетелдің мәдениеті, шетелдік бір салт дәстүрлер біздің неге келіп жатыр ғой. Сол кезде менің ойымша ұлт ретінде миссия бұл өзіміздің ұлттық кодты осы жаһандану заманында жоғалтып алмау. Яғни тілімізді, салт дәстүрлерімізді сақтап қалу осы бізге бір мақсат болу керек деп ойлаймын. Сол барлық ұрпақ бірге атсалысса. Барлығы бірге атсалысы, бірінің сөзін бірі тыңдап, былай біте қайнасқан жақсы. Мына баланың жынысын анықтайтын қандай еді? Гендерпатия. Үлкен адамдар үнемі жасамаңдар, біз бұлдың ұлтымызда болмаған, халқымызда болмаған нәрсе дейді, бірақ жастар көбіне тыңдамай жасап жатады гендерпатияды. Қазір енді саябырсыды деп ойлаймын қоғамда. Не нәрседе де біздер үлкендер айтайық, кішілер қостасын, қостамасын, қолдасын, қолдамасын, бірақ мағынасы, мәні жоқ шаралар уақыт өте келе өзінен өзі қалады. Ал мәні бар мағыналы үрдістер, әрекеттер ол қалмайды. Мысалы, бесікке салу үрдісі осыдан 100 жыл бұрын болса, әлде бар. Тұсаукесер осыдан 100 жыл, 200 жыл бұрын болса, әлде бар. Сондықтан да мағыналы нәрсе, біз енді екі ортада тайталасуымыз мүмкін жастармен, үлкендермен, бірақ та мағыналы нәрсені қай-қайсымызды түсінеміз. Сіздер де түсінесіздер мағыналы, мәнді нәрсені, біз де түсінеміз. Соны өрбітіп, дамытуға жұмыс жасап жатырмыз ғой, жоғалтып алмауға. Негізі әр нәрсенің керегін, пайдасын алып, керек емес зиянын ысырып тастау керек қой. Сол ысырып тастау барысында кейде бір үлкендердің де жастарында эгоизмі басып кетіп жатады. Бір-бірімізді тыңдамай кетіп жатамыз. Жастар біз жаңа заман өкіліміз деп қалады. Үлкен адамдар біз сен көрмегенді көргенмін, үлкен біз дейміз. Тіл табысқан жақсы ғой негізі. Жалпы сізге, енді сіз көбінесе жастармен жұмыс жасап жатасыз ғой, маман ретінде. Қазіргі жастар көбінесе қандай мәселелермен келеді?
психологтың алдына. Себебі қазір көп байқаймын, психологқа көбіне баратын осы біздің буынның өкілдері. Психологқа жастар көп келеді, мені қуантады. Және үлкен буында көп келіп жатыр, әсіресе ер адамдар көп келіп жатыр. Қазір психологияны немесе меңгеріп жүргендер көп, психологтың қызметін бағалайтындар көп, өзіне көмек іздеп келетіндерге қуанам. Жастар көбіне келеді, көбіне ата-анамен тіл табыспаудан келеді. Және ата-ананың пікіріне тоқтамау, уәжін тыңдамау, ата-анамен жаңағыдай тіл табыспау, сол жағынан көбірек келеді. Кейде енді үлкендер тарапынан баланың ішкі күйіне көңіл аспаушылықтар болады. Жаңағыдай тіл табыса алмау, көбіне қарым-қатынастан келеді. Балалар мен ата-аналардың. Содан кейін барып қана достасқаннан кейін, кешірім жасалғаннан кейін біріне бірі, одан кейін қарым-қатынастар жақсы болып кетеді. Кейін ол былайша айтқанда уақытша мәміле деп ойлаймыз ба? Уақытша мәміле деп ойламаймын. Өйткені егер кейде енді біз оны қалайда кел деп айта алмаймыз ғой. Оның келсе тілегін орындаймыз. Бірнеше сессиялардан өту керек. Бір келгеннен кейін психолог фея емес, қанат бітіріп, бақытты қылып, тек бойындағы нәрсенің барлығын алып, тек жаңадан қалыпқа құйып жіберетіндей. Әркімнің жағдайы бөлек, әркімнің күйі бөлек, әркімнің психологиясы бөлек. Бір адамға 3 рет келу керек болады, бір адамға 10 рет келу керек болады. Соның барлығын тыңдаса, онда қалыпқа келеді. Өйткені осыған дейінгі, осыдан кейінгі проблемалардың барлығын жойғаннан кейін. Ал кейде адамдар бір рет келеді де келмей қалып жатады. Жаңағыдай уақытша мен бүгін жақсы болдым, енді бармаймын деп жатады. Ал оның әлі де не проработанный дейді орысша, әлі де жасалмаған жұмыстар бар. Оны күшпен келтіре алмаймыз, бірақ айтамыз, сіз келуіңіз керек деп. Енді келмеген тұлғаларға күш қолдана алмаймыз, онда әрине көмек болмай қалады. Ата-аналар мен балалардың арасындағы мәселе туралы айтып кеттік қой. Мен қазір өзімнің қатарластарыммен сөйлескен кезде көп менің құрдастарым немесе менен кіші іні сіңлілерім деп айтайын, былайша айтқанда, оқып жатқан мамандығы қазір өздерінің қалауынсыз түскен. Сұраймыз ғой, не себепті бұл мамандықты таңдады деген кезде ата-анам таңдап берді деп айтады. Енді неге ата-анасы таңдап берді десек, олардың ата-анасы, мысалы, бір қызға айтады, сен дәрігер бол деп мамасы барады да қызды дәрігер мамандығына түсіріп жібереді. Ал ол қыз мұғалім болғысы келген. Енді бұл жердегі мәселе, анасы бұрын дәрігер болғысы келгенде, арманы болғанда, бірақ ол арманға жетпегендіктен қызын сол нәрсеге түсіріп жіберген. Яғни көп ата-аналардың қазіргі біздің буынға жасап жатқан қателігі деп айтайық, енді бір үлкен кінә сияқты ол, дегенмен өзінің былайша айтқанда өте мінсіз нұсқасын жасағысы келетін сияқты, бір жоба жасағысы келетін сияқты баладан. Енді жоба жасағысы келеді деп айта алмаймын, бірақ та кейде аналар өзінің қол жетпеген арманын баласынан көргісі келеді. Өйткені ол сол мамандықты осы әлемдегі ең керемет мамандық деп ойлады ғой. Бірақ кейбір жағдайларға байланысты оның арманына жете алмаған. Енді әлемдегі ең керемет мамандықты балам таңдасыншы дейді. Бұл жерде ата-ананың жаман пиғылы жоқ. Ол үшін әлемдегі ең керемет мамандық сол күйі қалды, бірақ ол жете алмады. Сол әлемдегі ең кереметке менің қолым жетпесе де баламның қолы жетсінші деген аппақ пейілі. Екіншіден, ата-ана бұл жерде баланың өмірін құртып жатқан жоқ. Сіздің буын өкілдері өз ойын айта алатын өкіл. Мүмкіншілік көп, бірақ сол мүмкіншілікті пайдаланбайды. Мысалға, кәсіби бағдар беретін бағдарламалар көп, платформалар көп, мүмкіншіліктер көп. Қазіргі жастар әр салада оқып жүріп те жұмыс жасауға болады, өзінің бейімділігін, икемділігін анықтауға болады. Оның бейімділігін, өзінің икемділігі, неге икемді екенін бала өзі білмейді. Сол кезде анасына, әкесіне мен бармаймын, мен мына пәнді жақсы көріп тұрмын десе, ана апарады ғой, апармайды емес. Сондықтан да бұл жер ата-аналарға жауап тастауға да болмайды. Көбіне 10-шы немесе 11-ші жақсы 9 бітіріп кетем деген баланың 9-шы сынып оқып жатқан балаға айтсаңыз, қандай мамандық таңдадыңыз? Білмеймін дейді. Аз ғана айдан кейін сіз мектеп бітіресіз, қалай білмейсіз? Мен білмеймін ештеңені. Әлі таңдамаған. Қанша мүмкіншілік бар, жаңағы Z өкілінің балалары мүмкіншіліктерді пайдаланбайды. Содан кейін
анасы бағыттама береді, оны ешкім желкесінен физикалық немесе қысым көрсетіп апарған жоқ, желкесінен тиіп қолынан сүйреп жүр апарайын мынаған түсесің бе, түсті. Түскеннен кейін ол зерігу басталды, өйткені зерігу процесі ол баланың бойында осыған дейін болған. Ол зерігіп жүрді, өзінің икемділігін іздеген жоқ, мамандықты таңдаған жоқ. Енді кім кінәлі? Мамасын кінәлі қылу керек, өзін кінәлі емес қылу керек. Мамасы как будто оның, кешіресіздер, орысша айтқанда, соның тағдырын шешем деп шашып тастағандай болып көрсетеді. Ал шынында да мүмкіншілік бар ғой. Мектептерге осы Қазақстанның бүкіл білім беру ұйымдары кәсіби бағдарға барады, аяқтайды. Ол бүкіл колледждер, жоғары оқу орындары мектептерге барып аяқтай жүріп аралап оқушылармен кездеседі. Бізде мынадай факультеттер бар, мынадай сынақтар тапсыру керексіздер деп, оған мектеп, білім беру ұйымдар барлық жағдай жасап отыр. Бірінші мүмкіншілік. Екінші мүмкіншілік, ғаламтор желісінде тез тауып алуға болады. Және қазір қолжетімді кәсіби бағдар берушілерге, психологтарға барып, менің қандай икемділігім бар, қандай мамандыққа саймын, онда таңдап алуға болады. Яғни балада бар осы, мен қазір 3 мүмкіндікті айттым, негізі одан да көп. Сол мүмкіндіктерді пайдаланса, енді анасына, қазір зет өкілі ата-анадан да жете дамып кеткен ғой. Анасына енді масыл болмай-ақ сондай мүмкіншілікті пайдалануға болады. Мектептегі мұғалімдерінен сұрауға болады. Көмек сұрап, мектептерінде психологтар бар, сұрауға болады, иә. Қазір енді сондай пәнбе штат енгізіліп жатыр ғой, білім беру ұйымдарында. Қызметкерлер кәсіби бағдар беретін. Сондықтан да мүмкіншілік көп, бірақ мүмкіншілікті пайдаланбай бүйтіп отырып, мамам кінәлі деуге болмайды енді. Сіздің ойыңызбен толықтай келісемін. Мысалға менің анам өзі мұғалім, және мен де өзім өскенде мұғалім болғым келеді. Бұл жерде айтатыным, мені анам қинап, мынадай мұғалім бол айтқан жоқ. Мен оны мысалға кішкентай кезімнен бері анамның қандай ұстаз екенін, оқушылардың сүйікті апай екенін көріп өскендіктен, оның моделін көрдім де, сондай мұғалім болу құлшынысы менде дамыды. Мен сондықтан ойлаймын, бұл жерде әке-шешені кінәлау керек емес. Сіздің ойыңызбен келісемін. Мүмкіншіліктер бар. Мамандық таңдауға қазір ғаламторда да бар. Сондықтан да енді сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс, осыдан бір 10 жыл бұрын сондай болды. Балаларында мүмкіншілік болған жоқ. Балаларды апарып, кәдімгідей осы оқу орнына түсесің, осыны оқисың деп, ол балалар депрессияға түсіп, қанша студенттерді мен өз мамандығын табуға бірінші семестрдан кейін, солай бір жылдан кейін, жарты жылдан кейін мүмкіншілік беріп, ол балалардың таланты ашылып, менде мынадай жағдай болды. Бір талапкер мамасымен бірге оқу орнына келеді, жаңағы факультеттің мамандықтың атауын оқиды да, түсінбейді атауына, терминға түсінбейді. Ол ойлайды, мынау бағдарламашының термині деп ойлайды, соған түседі. Ал оған түссе, ол құқықтану саласы екен. Содан кейін балада зерігу басталды, тентек болады, жаңағыдай барлығын жасайды, қиын балаға айналып кетті. Бұрын ол Назарбаев зияткерлік мектебінде оқыған бала. Енді IQ жақсы. Содан кейін ол баламен 3-4 ай жұмыс жасағаннан кейін барып қана, өзінің мамандығын тапқаннан кейін барып қана бала дұрыс жолға түсті. Енді басқа топтағы ата-аналар шу көтерді. Неге десеңіз, ана топқа бір бала келіпті, бүкіл бала солған ұмтылып жатыр. Енді жаңа білім беру ұйымының мамандары тағы шу көтерді. Не болып кетті мына топқа? Бүкіл бала осы топқа келгісі келеді, студенттер. Бірақ бұл топқа адам сыймайды. Өзінің шекті оқушының саны бар ғой, студенттердің. Біз сыйғыза алмаймыз. Енді кішкене ажиотаж болып жатыр. Барлық ата-ана бала ана топқа барғысы келеді, өйткені ол топта ана бала бар. Бірақ бұлар сыйғыза алмайды. Барлығы тұрып алған, жоқ, мен ана топқа баруым керек. Жаңа баланың мамандықты дұрыс таңдағаннан кейін өзінің екінші тыныс алуы ашылған, өзіне команда құрған, барлығына тапсырма берген, жоба бастап кеткен өздерімен. Өздері деген жоба бастап, бағдарламасын құрып, жобасын сызып, өздері видеоға түсіріп, біреу өңдеуші, біреу продюсер, біреуі жаңағыда лабораториясына кірісіп, кәдімгі жұмыс жанданып кетті. Біз уже ана баланы танымай қалдық, басқа бала. Яғни мамандықты дұрыс таңдаудың өзі де адамның бақыты сияқты. Онда мамасы солай алып келген. Түсінбеген, мамасы түсінбеген ана терминді, бала сірә түсінбейді, 9 сынып бітіріп келген бала, алғанда соған түсірген. Көрдіңіз бе? Қанша ана бала депрессия, құқық бұзушылықтар болды, қатты қиналды. Енді ол бала да, бізде қиналдық, кикілжіңдік жағдайлар болды. Сонда қайттан қалыпқа түсіп кетті. Сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс, ондай жағдайлар өте көп болды.
мамандықтарды дұрыс таңдай алмау деген сияқты. мамандықты дұрыс таңдамау. Бірақ кейде студенттің өзі де былайша айтқанда мына мамандық ұнайды дейді де, сол мамандыққа түсіп, кейін ол мамандықтан да өзін таба алмай қалып жататын кездері болады. Иә, мамандық таңдағанда негізі жастар ескеріңіздер, қызығушылыққа емес, икемділігіңізге байланысты түскен жақсы. Қызығушылық кез келген уақытта өзгереді. Мен бүгін осы айда классикалық стильге қызығушылығым артса, келесі жылы мен басқа стильге ауысуым мүмкін. Яғни қызығушылық ауысып отырады. Ал икемділік ол көп жылдарға қалады. Ол мамасы мұғалім болды, яғни бұл кісіге дағдылар берілді мүмкін, иә, генетикалық тұрғыдан. Бұл кісі дағдын дамытып жатыр. Икемділігі бар, сондықтан да. Икемділікке байланысты таңдаған жақсы мамандықты. Қызығушылық сөнеді. Кейде артады, кейде кемиді. Енді сізге сұрақ, қазіргі біздің Z өкілдері қандай нәрселерге көбінесе бейім болып келеді? Қандай мамандықтардан көргіңіз келеді өзіңіздің қатарластарыңызды? Көбісі негізі андай информатик, робототехник, программист, яғни бағдарламашы болғысы келеді. Осының технологиялар саласында жұмыс жасағысы келеді, себебі бұл өте перспективті деп ойлаймын. Мысалға сыныпта 10 ұл бала бар ма, сол 10 ұл баланың бәрі программист болғысы келеді, байқадыңыз ба? Көбісі ұлдардың программист болғысы келеді. Немесе және де қазіргі таңда жастар ақылды ғой, инженер секілді тапшы мамандықтарға түсіп, көп жалақы алғысы келеді. Және де сол жастар арасында өнер жолында жүрген, режиссер болам, сценарист болам деген жастар да көп, дизайнер болам деген. Осындай. Бұл жерде мен нені көре аламын? Жастардың өзіне ұнағаны, талғамын, өзін тыңдап, өзін естіп, өзі ұнаған мамандыққа баруға бүкіл құқығы, мүмкіндігі бар екен көре аламын. Және онымен қоса айтып кеткендей, интернетте барлық ақпарат бар. Сондықтан да бұрын адамдар оқуға түсу жайында ақпараттар білмей жатырса, сіз айтқандай бір бала байқаусызда басқа мамандыққа түсіп кетті. Ал қазір интернеттен әрбір керек ақпаратты алып, ешқандай қателік жасамауға жағдай жасалған. Мүмкіндік бар, жағдай жасалған. Иә, көп жағдайлар бар ғой, мүмкіндіктер. Соны пайдаланса. Еріншек болмау керек, болды. Жаңа айтып кеткен, бір сыныпта мысалы 10 бала болса, соның жартысынан көбі программист болғысы келеді дедік қой. Ол бір-біріне еріп кетушілік деп ойламайсыздар ма? Мысалы, ол 10 баланың барлығы бірдей программист болуға мүмкін, икемді емес шығар. Қазір көп жағдайда шынымен де сондай, бір сыныптағы 3-4 оқушы бір мамандыққа, бір группаға түсіп кетеді. Себебі жаңа қасындағы досынан айырылғысы келмейді. Ал шындығында келген кезде оның 3 студент бар, 3 студенттің екеуі бағана мамандықты жақсы алып шығуы мүмкін, ал үшіншісі сол 2 достан айырылмау үшін түсті де, бірақ ол мамандыққа икемді емес. Осы бойынша. Бұл жерде егер адам өзін өзі тыңдай алса, және өзіндік пікір қалыптасса, олай болмайды. Енді бұл кісінің сыныптағындағылар, балалар енді зерттемегеннен сыртынан айта алмаймын. Бірінші нұсқасы мүмкін IT лицей ғой, сіздердікі. IT лицей, яғни таңдаулар солай, сол бағытта. IT лицейде таңдаулар сол бағытта. Екіншіден, егер адамның өзіндік пікірі жоқ болса, мен әлсіз болсам, онда сіз лидер болсаңыз, көшбасшы, мен сіздің ыңыңызда кетуі мүмкін. Сіз мұғалімдік жақсы көрсеңіз, мен де жақсы көріп. Екіншіден, балада ата-анасынан, достарынан бір зейін жеткіліксіздігі болса, солай көшбасшылардың соңына ілесіп кетеді. Тәуелділік қалады. Тәуелділік. Иә, психологиялық тәуелділік. Өйткені мен сіздің жылы қас-қабағыңызды, зейініңізді, маған қарағаныңызды жақсы көрсем, сіз соны мені қанағаттандырсаңыз, онда мен сізге қарай икемделіп, сіздің жасағаныңыздың бәрін қайталап отырам. Тек қана сіз маған жақсы көңіл күй берсеңіз. Бұл енді отбасында дұрыс емес жағдай болса. Ал өзіндік пікірі қалыптасқан, мықты, рухы мықты балалар, олар өзінің дара жолымен жүреді, өзінің өмірімен жүреді. Орысша айтқанда привязанность дейді ғой, сондай сау емес байланып қалу деген секілді жиі кездеседі сияқты қазір жастарда. Қазір жиі кездесіп жатады. Ол қарым-қатынаста да сондай, жалпы оқуда емес, көп жастардың байқап жатыр. Иә, жаңағыдай мысалға негізі тәрбие 3-ке бөлінеді дейді ғой, жаңа бірінші отбасында да, осы жасөспірім шақта орта қатты әсер етеді. Ортада кім көшбасшы, көбі сол адам көп пайызын алып тұрады да, басымдылыққа ие болып, көп адам соған ектеп кетуі мүмкін. Сондықтан да негізі еркіші мықты адам тәрбиелесек, ол жаман наркоман, жаман жағдайларға да ілесіп кетпейді, немесе жаңағыдай уақытша көшбасшыларға да ілесіп кетпейді.
ер күштің мықтылығы болса. Негізі өмірдің қай саласын алсаңыз да психология қайтып келеді. Ер күшті мықты адам тәрбиеленсе, мына видеолар бар ғой, жас аналар түсіріп жатыр, баланы отырғызып қояды да конфет береді, мен қазір кішкене дейін келемін деген. Ол адамның ер күшін тәрбиелеп жатыр, және сынайды. Жаңағыдай еріп кетпеуге. Ер күші әлсіз адам конфетті жеп қояды, конфетті. Ер күші мықты бала отырады. Өйткені оған нұсқау берілді ғой, мен келгенше жеме деген. Сол нұсқаулы, осы ер күші мықты дамыса балалардың, осындай эксперименттердің барлығы жастарды дамытып жатыр ғой. Өзіндік пікірді қалыптастыруда қазіргі жастардың бойындағы ең үлкен мәселелердің бірі осы бойынша жалпы өзіндік пікірді толық кәдімгі қалыптастыру үшін не нәрсе қажет ең бірінші? Ауыр сұрақ. Өзіндік пікірді қалыптастыру үшін өзі көп тәжірибеден өту керек. Өзі адам, өзі тәжірибе жасамай, өзіндік пікір қалыптаспайды. Мысалға, сіз суды кешпей, судың салқын не ыстық екенін білмейсіз. Сондықтан да барлық нәрседен қашпай, біздер көбіне жастарымыздың көпшілігі жеңіл жұмысқа, жеңіл бағытқа барғысы келеді. Жаңағыдай саусақтың ұшымен жасалатын жұмыстар, өте жеңіл, салқын жерде отыратын жұмыстар. Одан кейін бұл енді өзіндік пікірге кері әсер етеді деп ойламаймын, бірақ та өмірдің кез келген саласын жасаған жақсы. Ол енді өзім кейде ғылыми тұрғыда дайындап жүрдім балаларды жұмысқа. Сонда қарап тұрсаңыз, көбіне жеңілге әуес және кішкене өтірік айтуға, қулыққа, бір сондай әлсіз тұстарды пайдалануға әуес. Біз енді кейде ұмытып кететін адами фактор, ұмытып кететін жағдайымыз болады. Ол соны пайдаланып кеткісі келіп тұрады. Жаңағыдай білмей қалса екен деп, ол қай буын өкілінде де болған, бірақ қазіргі уақытта кәдімгідей оны айтсаңыз, уже сізге заңмен жауап береді. Жаңа сіз айттыңыз ғой, құқылымын деген, сіз міндетті болдыңыз деген сияқты уже бізге қарсы қайтарады. Сіз сол кезде уже баланың алдында ойланып қаласың, мен міндетімді дұрыс атқармай отырмын ба, қалай сонда деп. Ол адами фактор. Өйткені адам шығармашылық жұмыс жасаған кезде, уақыттың ішінде уақыт деген термин бар. Адам шығармашылық жұмыс жасаған кезде кейде осы дәл болып жатқан ситуацияны аңдамай қалу, ол қалыпты жағдай. Ол ұсақ түйек нәрселерді. Сол кезде сәл қалай екі буын өкілінде сәл қарама-қайшылықты пікірлер туындайды. Қазір жастарды өзгертуге тырысып жатады үлкен кісілер. Жаңа айтып кеткен мәселелер бойынша да, ал солардың мінез құлқын, мінез құлқын өзгертпей, оларды дүние танымына кіріп, солармен бір толқында өмір сүру үлкендер үшін соншалықты қиын дүние ме деген сұрақ. Қиын емес, ешқандай да қиын емес. Ол толқынмен бірге, балалармен бірге өмір сүрмейінше баланың жанын түсінбейсің. Сондықтан да ол ешқандай да қиын емес. Тек үлкен адамдар көбіміз зона комфорта дейді, жайлылық зонасында кіріп кеткеннен кейін одан шығу қиын. Ал соның ішінде өмір сүру оңай. Ештеңесі жоқ. Мен мысалы жасым біразға келді, бірақ балалармен бірге жүгіремін, секіремін, бассейнге барамын, бірге жүреміз. Бірге әңгіме айтамыз, бірге. Бірақ көп ата-аналар ол нәрсені ерсі деп санайды, жаңағы жастармен бірдей бола алмай қалып жатады да, бір деңгейде бола алмай қалып жатады. Сол себептен де түсінбеушіліктер. Мүмкін жастар мамаларын көп ойлайды, папаларын, ана үлкендерді. Сіз не білесіз, сіз бұны білмейсіз. Яғни ата-анасын немесе үлкендерді менің білетінімді білмейтін адамдар деп ойлайды. Содан кейін мүмкін дискуссия жаңағыдай сөз байланыстыру мүмкін болмай жатқан болар. Өйткені Z өкілдер көп біледі ғой. Сіз солай ойлайсыз ба? Біз мойындаймыз. Мынау қалай, солай ма деп. Негізі болып тұрады. Мысалға, әкем екеуміз үйде саясат туралы кішкене бір сөзге ортақ шешімге келмей жатамыз. Ол саяси тұрғыдан бір нәрсені жақтайды, мен оппозиционер секілді боламын. Яғни біз сол жерден екі жаққа кетіп қаламыз. Себебі мен сіз айтқандай шынымен де ішінде ойлаймын, көп білемін деген секілді. Бәлкім бұл осындай мәселелер шынымен де бар, бірақ бір үлкен мәселе емес қой деген ғой. Мысалға, әр адамның өз ойы бар, саяси ойы бар мысалға, және де бұл жерде білімі, өзінің білімі, дүниетанымы, таным көкжиегі бар. Сондықтан да ондай үйде бір келісімге келмей қалу қалыпты жағдай.
бұл қалыпты жағдай. саясат туралы мысалға. Сөз таластыру, сөздің ой пікірдің барлығы бір арнада шығу міндетті емес, әркімнің өз жас ерекшелігіне қарай. Мен мысалға қазіргі жағдайда бір ситуацияны өз жас ерекшелігіме, деңгейіме, білім, осыған дейінгі жинаған білім қоржыныма байланысты бағамдасам, ал осыдан 20-30 жыл бұрын басқаша ойладым дәл осы ситуацияны. Ол қалыпты жағдай адамның даму процесінде. Енді жастар үнемі, мен көбіне жастарға айтамын, сіздер көп білесіздер, мама папаларыңыз білмесе соны айтыңыздар, үйретіңіздер. А бізде қоғамда үйретуші папа мамада ата-ана, бала үйренуші болды ғой. Енді соны теңестіріп, балалар да білген ата-анасын айтып отырса. Бізде жастар көп сөйлемейтін тұлғалар. Жоқ, сөйлегенмен керісінше ата-аналарда Тыңдамай ма? тыңдамай қалып жататын кездер Жақсы қылып айтса тыңдайды ғой. Немесе кейде ұмытып қалады, себебі жасы үлкен болғандықтан ақпаратты қабылдау бізге қарағанда қиынырақ қой. Мысалға мен компьютерді қолдану, телефонды қолдануды жақсы білемін, жетік білемін деп айтсам болады, себебі мен осы телефонмен өскен ұрпақпын. Ал анама мысалы видеоны қалай жүктеп алу керектігін көрсетсем, келесі күні ұмытып қалады. Мен бірақ анама күнде келіп қайтадан көрсетемін, себебі түсінемін, ол жасы үлкен болғандықтан ұмытып қалу деген секілді, жаңа ақпаратты игере алмау деген қасиеттер болатыны Енді түсінікті. қарасыңыз, сіз үнемі көрсетесіз, тағы қандай жолы бар? Ал сіз үйде болмай қаласыз, сіз мүмкін ертең басқа қалаға кетесіз. Ондай жағдайда негізі анам телефон соғады, немесе басқа да апаларымнан, інімнен сұрайды. Үнемі сұрап жүру тәуелді болу ғой. Бәлкім үйрететін шығар, дұрыс. Үйрету керек шығар. Ал Басқаша қайтсам екен, бағыт тауып сіз айтқандай. Ал сіз соны әдемі қылып жасап жарға іліп қойсаңызшы. Немесе маманың телефонына заметки деген бар ғой, соған жазып берсеңіз. Негізі Бірінші мынау, екінші мынау, ерінбей. келісемін. Себебі шынымен де басқаша бір креативті жол тапқан кезде анам негізі үйреніп алады. Сондықтан да сіздің сөзіңіз жаны баса қазір жетіп жатыр ойыма. Адам енді визуал, аудиал, кинестетик қой. Мамам мүмкін аудиал емес шығар, немесе зерттеп көр мамаңды. Кейде аудиал емес адамдарға, мысалы визуалдарға жақсы іліп қойса бірден. Мысалға мен аудиокнига тыңдай алмаймын, аудиокітаптарды. Маған оқыған жақсы. Сол сияқты мүмкін адамның сол жеке қасиеттерін назарға алу үшін ол өзінен кіші адамдардан үнемі сұрап отыр, ол тәуелділікке әкеледі. Оның жасында тәуелді адам, енді тәуелді болған жақсы көрмейді, ол жас адам болсын, үлкен адам болсын. Тәуелділік бір күні адам іштен ренжи бастайды, өзінің бағасы төмендейді. Эгосына әсер етеді. Эгосы емес, өзіндік бағасына әсер етеді. Мен яғни түк білмеймін. Өзімнен бірнеше жас кіші балалар біледі, олардың білгенін мен білмеймін. Мен кіммін деп. Өзін кінәлау. Өзін кінәлай бастайды. Менің бағам төмен екен ғой деп. Ол деген адамның денсаулығына да барлығына да әсер етеді ғой. Басқа жолын қарап көр. Үлкен адамдар үнемі жақсы талантты балаларға ақ батасын беріп жатады. Олар лайктарын да аямайды, пікірлерін де аямайды. Ал жастар арасында қарасам, лайк басудың өзі кәдімгідей мәртебе екен. Негізі солай. Біреу ана адам маған лайк басты дейді, соны кәдімгідей түймедейді, түйедей қылып, үлкен қылып әңгіме айтады. Лайк басу саусақтың ұшының қимылының, көрдіңіздер ме, қандай мәртебеге ие болып тұрған. Ол жалған ауадағы болып жатқан процесс. Мен үшін ауадағы әлеуметтік желі деген ауадағы процесстер, көзге көрінбейтін, қолмен ұсталмайтын. Мен үшін. Ал жастар оны қалай бағалайды? Көрдіңіздер ме, әркімнің ойы пайымы бөлек. Пікір жазу үшін қаншама бедел керек. Ана адам маған пікір жазды. Оны 10 жыл ұмытпайды. Мен бір пост салғанда ана адам маған пікір жазды. Себебі ол әлеуметтік желінің былайша айтқанда тәртібі сондай ғой, өзіңізге ұнаған нәрсені көрсетудің тәртібі емес, бұл жерде жеке пікірдің дұрыс қалыптаспауы. Мысалға былай түсіндіре алмай отырмын, былай түсіндірейін. Мына кісі лидер, көшбасшы, қазір хит болып жатыр, трендта. Мен бұл кісіге пікір жазам. Дәл осы кісінің істеген ісін сіз де жасадыңыз, бірақ сіз танымал емессіз. Мен сізге жазбаймын. Әділдік қайда? Осы жастар айтыңыздаршы, әділ ме? Негізі дәл осы еңбекті екеуіңіздер жасадыңыз, сіз танымалсыз, сіз танымал емессіз. Мен сізбен дос болғым келеді. Өйткені сіз танымалсыз, сіздің контентіңіз тағысын тағы көп. Мен сізге лайк бастым, пікір жаздым. Дәл соны жасаған, сізге жасаған жоқ. Лайкта басқан жоқпын, пікір де жазған жоқ.
жоқ оны әділдік емес деп бөлудің ол сізге психологиялық қиыншылық әкелмей ме? қиыншылық әкелмейді, себебі Неге ол әкелмейді? адамның танымал болуына бағанағы былайша айтқанда екеуміз де бірдей жұмыс жасап жатырмыз, бірақ ол көбінесе танымал болуға қарай ұмтылып сол мақсатқа жетіп отыр, иә, танымал болу деген сияқты. Ал еңбек еленбей ме? Еңбектің құны қайда? Еңбек елену деген тек қана танымал болуда емес қой, енді қараңыздар, танымал болған адамды ғана бағалаймыз ба? Танымал емес адамдар неге бағаламаймыз? Оларды танымал қылып қылғаннан кейін барып бағалайтын шығармыз мүмкін. Адамдарды қазір біздер дейтін біреуді танымал осыны сіздерге үлкен буын өкілдері үйретті ме? Оны үйреткен жоқ. Көрдіңіздер ме? Мадам сіз үлкен буынды кінәлап жоқ, мен отырсыз. кінәлап отырған жоқпын, тек екі буынның жалпы пікірлерін ортаға салып Міне бұл жерде негізі үлкен буынның көбіне әділеттілікті туғылғаны белгілі. Бұл жерде бұл әділетсіздік меніңше. Өйткені жасалған еңбек шынайы бағасын алу керек. Шынайы бағасын алмаған адам депрессияға түседі, психологиялық қысымға ұшырайды. Өзінің бағасы түседі, құлшынысы азаяды. Сонда танымал болам деп жүрген жастарды қараңыздар, жартылай шешініп жүр, өмірде болмаған нәрсені машинаны өртеп жатыр. Әйтеуір танымал болу үшін тіпті адамның ойына келмейтін істер жасап жатыр. Адамды бұл аздыру деп айта алмаймын, бірақ та жолдан тайдырудың жолы емес пе? Танымал адамды ғана фанат көріп, танымал адамның ғана еңбек елену деген қай заңға сыяды? Адами нормаға сыяды ма? Адамгершілік пе? Негізі, иә, әділетті емес, себебі екеуі де көп тырысып жатыр, екеуі де ұқсас, бірақ бір адам мынағы көшбасшы айтқанда хит болғандықтан ғана ода көрермен, фанаттар көбірек деген секілді ой айттыңыз. Бірақ бір нақты әділеттілік деген ұғым жоқ қой. Себебі психологтар айтады ғой, әділеттілік деген бір нақты ұғым жоқ, ол салыстырмалы түсінік. Әділеттілік деген бұл әрдайым жеке шекаралары бұзылмаған жағдайда деп айтып жатады ғой. Сұрақ кішкене түсініксіз болды. Бұл жерде енді әділеттілік деген, қараңыз, еткен еңбектің әділетті бағасы, жасалған жұмыстың әділетті бағасы. Сіздер жұмыс жасадыңыз, біз халық баға беруіміз керек. Сіздер жұмыс жасадыңыз, бірақ біз мына кісіге бағаны береміз, сізді бағасыз қалдырамыз, елеусіз қалдырдық сізді. Ол таңдау еркі деп ойлаймын. Таңдау еркі. Бәлкім бұл Бірақ та бағалағаннан кейін еркім осы екен деп мен әділетсіздікке неге баруым керек? Бірақ бұл менің ойымша әрбір қоғамның заңы секілді, себебі әр адамға көшбасшы, бір мынағы энергиясы мол, көзге түсетін адамдар көбірек ұнайды ғой. Сол адамдарға көбірек лайк басады, көбірек сол адамдар қарайды. Яғни ол сіз айтқандай көшбасшы хит. Ал манағыдай танымал емес адамдарға көзі түспейді, себебі көшбасшыны енді тырнақшаға алып қояйық. Көшбасшы Тырнақшадағы көшбасшылар. Өйткені барлық адам сол адамның барлық жұмыстарын қарап отырады да. Мен соған түсінбеймін, кәдімгідей лайкпен пікір жазса, кәдімгідей күшті бұл қуанады, маған пікір жазды. Әрине пікір дұрыс. Бірақ та сен әділеттілікті сақтау керек сияқты. Негізі қазір деген жастардың нормалары үлкен кісілердің нормаларына қарағанда өзгеше ғой. Мысалы сіздерде лайк басу деген бір қатты маңызды нәрсе емес. Ал жастардың, мысалы бізде қазіргі 21 ғасырда лайктың бөлек бір мәні бар, бір сыры бар деген секілді. Бұл әрине өзінің нормаларына байланысты қалыптасқан. Лайкпен пікірге байланысты жұмыс жасайды. Лайк басса ғана бұл санасу деп айта аламын. Ал біздерде олай болмайды. Біздерде шын әділетті, талантты ма, біз міндетті деп атамыз ба, пікірім жазып, лайк басамыз. Біз ол талантты адамға ешқашан кері пікір жазбаймыз. Ол танайық, танымайық. Ол мүмкін мықты хит болсын, болмасын. Жаңа танылып кетсін, бұрыннан танылсын. Шынайы бағасын береміз. Бұл жерде таныстық жоқ біздерде, сыбайластық. Жас болған кездеріңізде сондай да мына айтқандай әділетсіздіктер болған шығар деген секілді. Қазіргі таңның әділетсіздігі мына айтқандай жағдай болса, бәлкім бұрында да басқа бір әділетсіздік жағдайлары болды мүмкін, иә? Мүмкін, бірақ та әділетсіздікке біз ондай бармаймыз. Бірақ біздер шынымен адамның бетіне айту дейді ғой, бетіне айтатын болдық. Ол досымыз болсын, досымыз болмасын. Біз адамға жанымыз ашығаннан кейін шынайы айтатын болдық. Ол біздер шын пікірді қабылдаймыз. Ол жандай доста біріне бірі досшылатып айтады деген терминмен біз өмір сүрдік. Яғни бұл менің досым, маған жан ашып жатыр деп.
қабылдайтын болдық. Ал біздер өйтіп енді жаңағыдай теңсіздікке, сыбайластыққа бармаймыз. Оны теңсіздікті қалыптастырып жатқан да адамдардың өздері ғой. Адамдардың өздері. Былайша айтқанда жаңағыдай біздер оларға да ренжи алмаймыз. Мына кісіні бағаладың, сен мына кісіні бағалаған жоқсың деп ренжи алмаймыз. Себебі біз ренжи алмаймыз, тек қана соны қалыптастыруға тырысамыз. Ешкімге кірісе алмаймыз. Сен былай істе, былай істе деп. Ол кісінің танымал болуына да дәл жаңағы адамдар ықпал етті. Әрине, иә. Себебі мысалы екі контентті салыстырып қарайық, иә. Бір кісілер болады, кәдімгі қоғамға пайдалы жағынан, жаңа айтып кеткен біздер қазақ тілін дамытып жатқан контенттердің шығарылымындағы қаралым саны мен сіз айтып кеткен жаңағы машинаны өртеу деген сияқты контенттердің, былайша айтқанда, қаралым санын қарайтын болсақ, екеуі жер мен көктей. Яғни адамдардың сұранысы соған қарай ауып отыр, иә. Көрдіңіздер ме, жаңағыдай заңға бағынып өзімнің пікірім болу керек, өзім білем деген сайын жастардың ауаны қай жаққа бұрылып кеткен. Мен бір жылы жақсы бір тікелей эфирға шығып жүрдім, үнемі үрдіс қойып, Инстаграмда тікелей эфирға шықтым. Содан бір адам болды, жаңағыдай қоғамдық нормаларға сай емес сөздер сөйлейді, әндер айтады, таланты да жоқ, қабілеті де енді шыңдалмаған, жоқ деп айта алмаймыз ғой. Ол адамда мыңдаған адам отырады. Көрдіңіздер ме? Яғни жүгенсіздік жайлаған заманда адамдар бет-бетімен кеткен жағдайда бағдардан айырыла ма деп ойлаймын. Негізі өзіне пайдалы емес, өзіне қызықты тұстарға кетіп қалады. Менің ойымша бұл әрбір жасөспірімнің, әрбір өкілдің өзінің санасын жеткеніне байланысты. Жасөспірімдердің қызығушылығы үнемі құмарлық тақырыбында болады. Оны үлкен адамдар үнемі бағыттап отыр. Құмарлықтың өзінің жылдары бар ғой. Сол жылдардан өтіп кеткенге шейін құмарлықты бұғаттап, қақпақылдап отырып шығарып жіберетін бұл ересек шаққа. Ал қазіргі уақытта сол құмарлықтан тыйғыза алмай жатырмыз. Ол тиктокта болсын, немесе ішіп жеуімде болсын, сол құмарлықтан тыйғыза алмай жатырмыз. Ал бұрынғы уақытта құмарлықты біздерге ғылым білімге арнайтын. Құмарлық деген не? Адамның бойында энергияны. Ал энергия қазір өзім білем, менің құқым бар, заң бойынша өзімнің құқым бар деген құқықтық фанатизмге еріп кеткен жағдайда біз жүгенсіз қалдық. Жүгенсіз, яғни ешкім тоқтата алмай жатыр. Бұл да кедергі адамның. Ол білінбейді қазір, жылдар өте келе білінеді. Ол өте қоғамға да адамның өзіне де қиын. Яғни жаңағыдай тырнақшаның ішіндегі адамдардың барлығына ілесіп отырып, бір күндерде әлеуметтік желі ауадағы нәрсе ғой. Ол нәрсе бір күн білмейміз алдағы уақытта қандай болатынын. Сол кезде адам далада қалғандай болмай ма? Далада қалғандай болмайтын сияқты. Басқа бір жаңа жағдайларға бейімделеді ғой. Елестетіңізші, сіз өмір бойына Инстаграм, тиктокта отырдыңыз, бір күні келді әлеуметтік, яғни интернет жоқ болып кетті. Жоқ, ол кез ондай жағдай болды ғой, мысалы енді қай оқиға екенін былайша тәптіштеп айтпай ақ қояйық. Дегенмен бір кездерде интернет жабылып қалды, бір белгілі бір уақыт аралығында. Сол кезде жастар өздеріне жақсы қызығушылықтар таба білді. Қандай? Тоқумен айналысты, кітап оқумен айналысты, әртүрлі мысалы достарын үйлеріне шақырып отырыстар жасады. Жақсы болды. Бірақ именно сол кездерде мына жастар арасында депрессия немесе одан асқан проблемалар көбейіп кетті. Әсіресе пандемияның кезінде өте көбейіп кетті. Ол яғни баланың үйіндегі отбасылармен, отбасы мүшелерімен сөйлеспегендіктен, отбасында бір пайдалы істі бұрын жасамағандықтан, ол дағдыланбаған. Үнемі интернетте отырады, тикток, инстаграмда отырады, үнемі. Ол физикалық тұрғыда жұмыс жасамаған адам күйзеліске бірінші түседі. Деген енді ол бірден мынандай қызығушылық тауып кеттім деп бейімделіп кетуі қиынға соғады ғой, адаптациядан өту керек деген сияқты. Яғни бір жағдайдан екінші жағдайға өту үшін уақыт аралығы қажет. Яғни біздер толық айта аламыз, егер интернет, біздер қазір қолданып жатқан ақпараттар жүйесі жабылып қалған жағдайда, мүмкін бір апта, 2 ай, бір жыл кішкене бір есеңгіреп жүретін шығармыз, дегенмен бейімделіп кете аламыз. Негізі
адам баласы деген әр нәрсеге Бейімделіп бейімделіп кетеді. иә. тез бейімделгіш болады әсіресе жастарды. Ізденген адамға әр Енді нәрсе табылады. қараңызшы, менің жас кезімізде жаңа айтқандай біздер кітапханада кезекпен отыратын болдық. Кітапханада бос орын болса қуанатынбыз. Енді ол кезде интернет болған жоқ қой. Біздер күнделікті сабағымызды кітапханадан жазатын болдық. Кітапханашы апайлар кәдімгі өзіміздің туыс апайымыздай болып кететін болды. Ал қазір зит өкілінің барлығына жетімді болғандықтан кітапханаға келу аз. Мен кешегі жексенбіде Ғабдолсамов кітапханасына да бардым, орталық. Онда да азғантай. Жастар келіп жатыр, 11-ші сыныптың оқушылары, жылағым келіп, фотоға түсу үшін келген. Фотоға түсіп, ойнап жүр ішінде. Контент. Ойнап жүр. Доп, қолдарында доп. Апайлар енді кет деп айта алмайды. Ешбір кітапқа қарамайды, жаңағыдай ойнап, фотоға түсіп, фотограф алып келген. Себебі бұрынғы кезде кітапханада орын болмауының себебі қазіргідей ақпараттар Ақпарат жүйесі болған жүйесі жоқ. болған жоқ қой Иә. енді. Қазір барлық нәрсе дайын. Сол себептен де біздің буын өкілдері деп айтайық, олар кітапханадан көрі интернеттен жаңа тиімді жағын ойластырады. Иә, тиімді жағын ойластырады. Бірақ та енді қаншалықты білімді, енді оны уақыт көрсетеді. Иә, оны әр буын өзінің уақытында баға салады. Иә, соны уақыт көрсетеді. Енді ол біздер әр буынның білім деңгейін сол кезде жасалған істерге қарай айтамыз. Мысалға, Қаныш Сәтпаев сол тұстарда ғылым өте жақсы дамыды. Иә, кітаптар, мына химия, физика бағыты, жер бедері, жер қыртыстары барлығы зерттелді. Одан берінде кітап көп жазылған сияқты. Ал қазіргі уақытта қандай жұмыстар жасалып жатыр? Артымызға не қалдырамыз? Сіздер арттарыңызға не қалдырасыздар? Сіздер емес, енді сіздерден бір 2-3 жас жоғары. Бізден кейін де келе жатқан ұрпақтар бар ғой. Сіздер әлі әлеуметтік желіде отырсыздар. Арттарыңызға не қалдырасыздар? Мысалға, бір 15-20 жыл бұрын адамдар әлеуметтік желі пайда болатынын, осылай әлеуметтік желіге деген тәуелділік бір үлкен ахуал болатынын ешкім білген жоқ. Сондықтан бізде бәлкім бізде 20 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, 15-20 жылдан кейін не болатынын білмейміз. Бәлкім жаңа бір басқа нәрсе ойлап табылады, басқа бір технологиялар пайда болады. Сол кезде көре жатармыз деген секілді ойға. Өйткені адамзат тарихы сондай өзгеріп тұрады, бірақ әр кезде де бір нәрсеге қайтадан оралып тұрады ғой. Алма кезек. Артымызға не қалдырамыз дегенде, былайша айтқан, бұрынғы біздің алдымыздағы буын өкілдерінің барлығы бірде артына қалдырып кететіндей нәрселер қалдырған жоқ қой. Олардың ішінде Мінекей қалдырып кетті ғой. жоқ, олардың барлығы бірде қалдырған жоқ. Солардың ішіндегі еңбектенген тұлғалары. Әрине барлық адам қалдыру міндетті емес. Өйткені бір адам токар болады, бір адам слесарь болады. Өйткені мына үйлерді қараңыз, сапасы, иә. Бір адам құрылысшы Бізде де болады. сондай сияқты ғой. Бір адам Біздің жазушы. буында да ертеңгі күні қалдырып кететіндей адамдар болатын шығар. Белгілі бір ақпараттарды және тарихи жазбаларды, жаңалықтарды. Егер сол болады, егер адам еш нәрсеге тәуелді болмаса, еркін болса, қазіргі уақытта лайк пен комментарийға тәуелді тұлғалар жетістікке қаншалықты жетеді? Бұл менің ойымша мына лайкқа деген құмарлық өтеді деп ойлаймын. Қалатын нәрсе сияқты. Өтпелі кезең, иә? Иә, қалатын секілді. Себебі мысалы мен өзім жасөспіріммін, 16-дамын, және мен жасымдағы жігіттер, қыздар осы нәрсеге қызықса, мысалы менен үлкен, мысалы 20-дан асқан адамдар, олар әлеуметтік желіге деген қызығушылық кезеңнен өтіп кетті. Олар қазір интернетте көп отырмайды, керісінше басқа бір өзін дамытатын істер жасауға тырысады. Сол секілді менің ойымша бұл да бір қалатын дүние шығар. Және сіз айтып кеттіңіз, иә, біз не қалдырамыз дейсіз артымыздан. Бірақ мына сіз көп нәрсе қалдырып кетті ғой бұрынғы кездің адамдары деген секілді ой айттыңыз. Және мына нәрсені қарастырайықшы, зумерлер, яғни Z буыны, олар 97 жылдан басталады, 1997 жылдан басталады. Ал көптеген адамдар статистика бойынша өзінің артында бір лайықты, бір құнды нәрсені өзінің өмірінің орта жағында қалдырады. Мысалы 40 жасында, 50 жасында біз әлі ол кезеңге өспеген шығар, жетпеген шығармыз деген ой туындап та. Себебі мен әлі айтқаныңыз мектепте оқушымын деген секілді ой туындайды. Бәлкім 30 жылдан кейін шынымен де өз тарихта өз ізімді қалдырып басқаларға пайда алып келетін еңбек қалдыратын шығармын деген ой да бар. Тамаша, керемет. Жаңағы айтып кеткен лайк пен комментарийге тәуелділік, оның да бір жақсы жақтары бар сияқты. Не себепті? Себебі жастар қазір сол адамды көреді, оның да бір ойы пайда болады да. Мен де осы адам сияқты танымал бола алам. Сол нәрсеге Мен не қарай. істей аламын? Иә.
сол нәрсеге қарай ұмтыла бастайды. Яғни мүмкін басқа идея Иә. сол нәрсеге емес, мүмкін басқа идея туындар. Одан да асып кететіндей деген сияқты. Оның деңгейіне жеткен кезде ол дамуға ары қарай ұмтыла бастайды. Иә, дұрыс, ол тәуелді болмау керек, Мгм. бірақ та ол лайк пен комментарий адамға идея туғызатындай жағдайда Иә. болу керек. Жаңа идея туындаса, ол міндетті түрде жаңа нәрсені тың креативті бір әрекетті туғызады ғой. Мгм. Не нәрсенде. Ол нәрсені не үшін айттым? Себебі жаңа айтып кеткен, кітап оқуға қазір жастар керісінше қызығушылығы артып жатыр деп айта аламын. Иә. Өйткені бағана айтып кеткен TikTok желісінде бір контент болып, тек қана сол қыздан көрдім мен дейтін. Одан кейін ол кітаптарды қызықты түрде жарнамалайды. Өзінің оқыған кітаптарын иллюстрациялармен, немесе сол кітаптың кейіпкерлерінің атынан сөйлеп, монолог оқып деген сияқты солай жарнамалайды да, қысқа ғана бір 15-20 секундқа сыйғызады соны. Ол қыздың контенті кәдімгідей дамыды, 100 мың, 200 мың подписчик жинап алды да, оқырмандар жинап алды да. Одан кейін TikTokта дәл сондай контенттер көбейе бастады. Осы сияқты жаңа айтып кеткен, яғни біздер бір нәрсені көріп, сол нәрсеге тәуелді емес, сол нәрсеге қызығу арқылы біздің бойымыздағы басқа да қызығушылықтарды, ішімізде ұйықтап жатқан қызығушылықтарды оята аламыз деп айта аламын. Айтып тұрмын ғой, қазіргі жастар жан жақты Иә. және тез үйренеді. Тәптіштеп тұру керек емес. Біздер үлкен ойлап тұрған нәрсені бір секундта ғана ол шешімін таба қояды. Жастар жан жақтылығы сол, кез келген нәрсеге тез бейімделе алады, тез икемделе алады, өзін және алыс бағдарлай алады. Осы менің ісім бе, әлде жоқ па? Және жоқ деп айта алады. Ол да бір өнер, жоқ деп айтуда қоғамда. Осы көзқараста жүрген біздің буын өкілдері болашақта елді жақсы жағына қарай дамыта ала ма? Маған сұрақ, иә. Менің ойымша дамыта аламыз. Себебі қазіргі таңда ең өзекті бір проблемалардың бірі бұл экологияның ластануы деген секілді проблемалар бар. Экономиканы дамыту, еліміздің дамуына үлес қосу. Менің ойымша жастардың қолынан бәрі келеді. Себебі манадан бері айтып жатқандай, біз ақпаратты бойымызға тез сіңіреміз, ақпарат көп, білімдіміз деген секілді. Тек соған еңбекқорлық, жігер, қайрат керек. Және сондай жағдайда біз экология мәселелерінде, экономиканы дамыту, әлеуметтік проблемалар шешу деген секілді үлкен бір жетістіктерге жете аламыз деп ойлаймын. Бәрін уақыт көрсетеді, бірақ мен біздің буынға сенемін. Ендеше осымен бүгінгі біздің шығарылымды қорытындылаймыз. Біздің арнамызға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Сау болыңыздар, жұмыстарыңызда сәттілік тілеймін. Рахмет, істеріңізге сәттілік. Рахмет.